пенде мың сұрақ. Біздің сериалда әшейін көріп шығып кетіп атсыңдар ма? Тіркеліп атсыңдар ма өз? Тіркелмесеңдер тіркеліп, комментария жазып, лайк басып отырыңдар. Ең күшті, мощный, сочный жазған комментарияларыңа білесіңдер ғой менің щедрая екенімді. Сыйлық берем. Содан кейін барып, жақсы атсалысып, тез тіркелсеңдер, сериалды тез шығарып, күшті болып, сендерге көзайым болып көрініп тұрамыз. Давайте, не забудьте. Кемпендеге бір сұрағың ауа, тамшылар ұрғылабың ауа. Мама, шай ішіңіз. Өлім болып отқан жерде кайып шай ішесіңдер. Тоба. Құдай сақтасын, мама, қандай өлім? Ай, шыбынды өлтіріп атқан жоқпыз ба? Напап ал жіберіп атырмын ғой бәрін. Шыбын ба? Жан болыңыз ғой. Бля, ана Зүлпанға бару керек еді. Жастықты құшақтап дауыстап жылап атқан шығару. Адамды өсектегенде бәле дейді, өзі көріп атқан шығар қазір қалай екен. Саған кім сөз берді? Адамның басына не келді, не кетпейді, үйтіп айтуға болмайды. Бір күні биіктесің, ертесіне төпектесің деп қойғызмай қарашы. Сондай болады адамның басына. Бірде былай жамандық кеп тұрады, үйтіп айтуға болмайды. Осыдан басталады үстеп, майдалап, өсекті ертең өсек емес қой, жамандамайын деп жамандамайсың ғой дегеннен басталады. Тұрғызана Асылбекті бас төрт пүшті болғанша жата берем, а? Бір дастархан жайғанда ішпей ма келіп? Қайта-қайта ананың тұрғанына бір, мынаның тұрғанына бір дастархан жая беріп, шыбын құлжынатып. Оны мен дайындаймын еще. Шәне келген кезде келеді өтірік қиюға бүйтіп. Сен неге маған внимание бөлмейсің? Бөлдік қой кеше түнде. Кола әкеп бердім ба. Ол вниманияға жатпайды ғой. Суға шейін. Не ол внимание деген? Қақты сатады, ол қандай магазин сатады? Қанша тұрады? Внимание деген басқаша болады. Внимание деген мынандай болады, қара. Ана азында ұйықтап атасың ғой, күшті тәтті ұйықтап жатасың, сол кезде подноспен, андай күшті постельге ше завтрак әкелесің, үстіне себелеп гүлдерді қоясың да, и жанына вишневый сокты жақсылап тұрып құясың да, ортасына медовый деген торт бар, соның ортасына жақсылап тұрып анандай нені сөйтіп өмірі үстесінші бар ғой. Бұған айтқаның, дуалы айтқаның мен теңше қош керек емес. Өмірі үсте. Өлі қыздары естіңдер ма, Зүлпан 500 мыңын беріп, алданып, Алматыға да бара алмай позор болып қалыпты ғой. Өзіне де сол керек. Қайдағы звезда дейсің одан, қандай звезда шығатты одан? Иә, көріп атырмыз, естіп атырмыз, қиын бопты. Айнан келіндер-ау. Бұл жүріс қай жүріс, тірліктеріңді істесеңдерші. Оңбағандар десе. Бәрі мен жамандап отыр екен ғой, бүкіл ауыл болып. Зүлпан, үстіп енді отыра бересің ба? Там сорт тастайтын болды ғой сен. Қанша күн болды, үйден шықпай отырсың. Сен шілей бұндай емес едің ғой. Біз де үй жақта күңіреніп кеттік қой, іздеп келетін ешкім жоқ. Әй, не болыпты? Адам тірі ғой, адам аман ғой. Өзің істеген жоқсың бұл нәрсені. Не болды сонша депрессияға кіріп? Зүлпан? Гүлжан, келдің бі? Ойбай, мен саған ақыл айтып отырсам, наушник тыңдап отқан несі?
берші. Қайғырып отырып қой енді. Тоба, адам осындай үйшелі өлеңге қайғырама. Мейрамбек Бесбаевтың өлеңдерін тыңдап қайғырмайсың ба? Дискотека болып отыр ғой мына жерде. Бірақ өлең бар ғой плейлистімізде. Мегабайт жоқ оны алатын. Мегабайт жоқ, ақша жоқ. Қайыптың қарайды, бетіне қарайды, бет жоқ. Абырой жоқ. Вообще көшеге шығады, желание жоқ. Вообще настроение жоқ ше. Биылдыққа дым жоқ вообще Гүлжан. Зүлпан, жоқ дей беруге болмайды. Жоқ деме. Просто болмай тұр деп айт. Қош. Ақсүйрік деген бәле бар ғой. Вообще мен бір хал жағдайым сұрамады ғой осы күнге дейін. Вообще сонымен араласуды қоямын ау деймін мен. Айттық қой оған. Не деп айттың? Бармайсың ба дегенем. Сөйтір. Не дейді? Жұртты өсектейтін еді деп андай айтты да, сосын айттым, не болды дедің. Жамандаған жарсыздар қосылып екеуіңмен. Ойбай, мен вообще жаманда. Құлағым жаман шыңылдады ғой кеше менің ше. Алдың күні. Тоқтамай шыңылдады сол құлағым. Ой, мен ештеңке деп айтқан жоқпын, наоборот айттым оған. Не деп? Неменеге жамандайсың дедім. Араласып жүрген подружкамыз ғой, үшеуміз дедім. Қайта соны біреулер жамандап жатса аузын жауып, қатындар, өйтіп айтпаңдар деп айтудың орнына не айтып отырсың дедім да. Қош, мен қорғадың ба? Точно қорғадың ба? Қорғадым ғой кәдімгі. Аққұйрық, Ақсүйрік, негізі жамандамайын деп жамандамайсың ғой. Просто сондай болып қалды да. Режиссер бар емес, бірінші негіз маған қарап тұрды да, сіз күшті ойнап тұрсыз деп айтып алды да. Сөйтіп стрелканы Зүлпанға қарай бұрып жіберді да. Мен даналығымды көрдің ба сонда? Мен подружкам ғой, осақ актриса болсыншы дедім де, үндемедім. Зүлпан болса, ойбай деді, режиссерға бар, деді тағына, абыройсыз болған мен қоймай 500 мың теңгені салып еткізіп бере салды ғой, прикинь. Негізі бар ғой, сол жерге сен өтуің керек еді. Зүлпанға қарағанда сен таланттысың ғой, сенде бар ғой мынандай таланттың ұшқындары бар ғой мынандай. Сенің негізі күшті талант бар. Соңғы не тиктогыңды зор түсіргесің қандай еді сол ана? Рас айтып жатсың бе? Соңғы ананы түсірдің ғой. Эшли, маған қара дегенде фок өтіңді ауысып кететін ма, соны көрдің ба соны? Білмеймін, что там, ауылдың бәрі жамандап отқан сияқты ше. Көшеге қайтып шығам мен досым. Қойшып болды. Немене бәле? Түбі бір шығасың ғой, қазір шық, кейін шық. Сонда да Шілей сен бұндай нәрсеге сынып қалады деп ойлаған жоқ. Басқа нәрсе болса не істейсің сен? Вообще жоқ болып кетесің ба бұл ауылдан? Көшіп? Білмеймін, көшем ау деймін. Тұршы бұл тезсіз. Шай ішеміз ба? Давай шай ішейік. Шай ішейік өзіміз әңгімеде отырып ше. Асып кетіпсің и так-то. Жүдеп кеткенше жаман ше неге? Шай ішейік. Шай ішейік ше. Не бар үйінде, продукты бар ма өзі? Бар да продукты, білмеймін, аяқ көрейік ше. Әркім үйінен жесін, аған жатыңдар бірдеңе үйге. Әкеше, әкеген қайып. Да, кет, жүр шай ішіп ал. Не болды? Сағат құсап тағылдап? Шайың сәл суып қапты. Сол жаңа біз мама екеуміз шайды ішіп отқан кезде шақырдық қой, сол кезде келмейсің ба? Өтпейсің ба? 88-де шақырған шығармыз. Ұятпайсың. Іш енді осы шайды. Асылбек, маған соңғы рет қашан подарка бердің? Ой, берді қой кеше. Не бердің? Сағыз, лабис деген. Құрдымен қасында. Ойбай, сағыз бен құрт бергенді міндет қылып отырсың ба енді? Қоше бір бөлем бастапаш. Мақыл подарка соңғы рет қашан гүл бердің? Не аласың гүлдей? Есін алдында толып тұр ғой гүл. Роза гүлдерімен. Иіскей берсей соларды. Маған ондай гүл керек емес. Маған мынандай 101 ма, 1001 ма роза гүл болса, күшті, сондай берші. Қойшай, құр шағын қып. Ақша құр. Солып қала берсең. Мақыл, гүлді қой берші, керек емес. Гүл бермей-ақ қойшы. Оның орнына ше, мынандай букетте болады ғой, жүрек сияқты, ішінде клубника в шоколаде деген. Клубника в шоколаде. Қандай деген? Клубника в шоколаде деген. Бірінші дұрыстап айтып азайсың оның. Тілің келетін нәрселерді жей берші, алма в шоколад. Жоқ, алманың өзін мысалға.
өрік. Ішің өте тазарасың, пайдалы нәрселер мысалға. Тілің келетін нәрселер жесей. Ақыр пайдалы дедің ғой. Онда маған балық әперші. Балық жейді. Балық? Балық болмайды ол. Не? Миың сумай болып қалады ғой. Память 2-ақ секунд қой. Былай баратқанда есінде болады да, былай баратқанда есіне шығып кетеді екен сұрады. Тем более саған керек емес. Біраз тірліктерін ұмытып кетесің и так. Мамашка айтып отыр. Я сонда не жейміз біз? Қойшы, адам түсіп шай жейікші. Бір бөле қыламыз. Өмір бірдеңе сұрасаң өстесің ше. Мақұл, сыйлайын бір бөле берем мақұл. Қойшы, подарка бересің ба? Кейін да бірақ. Шай ішеге. Сақтай болып тұрған кезде ішіп ал қазір. Су қатып бекер іше берші осыны. Ойбай, бірден жадырап жайнап шыққан емес. Подарка күтемін ғой сенен. Подарка. Мақұл, күт. Бауырсағың тәтті болыпты ғой. Қаттама бәрін істеп қыпсың ғой. Үйде отырсаң істейді екенсің ғой бәрін. Қол бос. Ақсүйрік демекші бар ғой. Ана ескі магазиндерін орнына неден ашты ғой. Маркет қап. Дәу ауыстырды ғой, сояққа көшірді ғой. Қош? Маркет ашып болды ғой. Оля, мен қалай естімін ол жаңалықты? Үйде отырып. WhatsApp-тан да келмеді ғой. Енді WhatsApp-қа жаза бермейді ғой бәрі. Далаға шығу керек та. Ішінде бәрі бар ғой. Күшті ғой. Қош, мен шықпаймын далаға. Бұл жай бермес, неме берес, шықпаймын деп. Болды ғой. Айтпақшы, ішінде парик бар. Қош, парик бар ма не? Давай бүйтеміз. Очки тағып барамыз да қыз, көшеден жүде не ағатсың. Парикпен сразу бір 3-4 күн жүре тұр да. Парикпен киіп жүре тұр, сосын халықтың көзі үйреніп, бесіншіге шеш, нормально жүре береді. Ұмытып кетті сол кезде, барып келеміз. Алыспан бар. Ұмытып кеткен ғой, уже сен өзің ғой әсірелеп үйде жатқан. Білмеймін ғой, ұялып жатырмын. Тентек болып кетесің, үйде жата берме. Байың, миың жеп, ертең сосын да ажырасам деп шықпа маған. Алыс ба жақын оның магазині? Мынау тұр, өткенде құрылысы болып жатыр еді ғой. Уже біткеннен кейін сразу Ақсүйрік жаман бәле. Сүйірді апап ма? Сөйлесіп жүрген екен ғой, сол уақытта уже сөйлесіп қойған екен ғой. Онда бедек магазине барып парик алып алайық. Барғанда ашкемен барайын да. Ешкім танымайды да зато. Жүрші болды. Барып келейік онда жүр. Жүрсей бол. Абаласай тоқашты қолына жүр. Бәріне осық мен қараймын, мен жалғыз мен болмасам өлет бұлар. Точно өлет бұлар. Еще айладағы біреуге 500 мың теңгені бер жерген бар ғой. Еще маған трактордың астына жатасың дейді. Трактор, не істеп отырсың сен? Не істеп отырсың? Не болды, баба? Жұмыс жасамайсың ба? Жұмыс қайда? Жоқ, не істеп отырсың сен қазір? Саған көмектесіп жатыр. Бүйт көмектеспей-ақ қой сен, түсіндің ба? Не істеп отырсың? Азаннан кешке дейін үйдесің. Ақша тапсай, ақша. Тиын тап, дүние тап, жұрттың балдары сияқты. Не істеп отырсың сен бұл өмірде? Сен де кезімде не істеген білесің ба менің? Сен де жасында не істеген білесің ба менің? Жоқ. Вот именно білмейсің сен, болмады оны сол кезде. Нәместірлер, сенге бұрысасың, мама кеп бұрысады, ұрса бересіздер, кім кінәлі, мен кінәлі, боздама. Боздайым. Жылама болды. Жылайым. Жұрттың балдары сияқты бір ақша тауып, әкеңе көмектесіп, дүние табып, тіреу болайын демейсің. Тіреу де болам, бәрін табам, ақшаны істеп, жұрттың балдары ұрса бересіздер маған кеп. Бір мотивация бермейсіздер. Қандай мотивация, жасың 23-тесің. Сары мотивация. Сары мотивация саған. Өмір ұсаңдар маған кеп, бәрін. Адам болмайсың сен, түсіндің ба? Болам адам. Адам болмайсың. Жаттап ал осыны. Оңдағын. Бұған айттың не, айтпадың не? Қойшы. Кетті ма? Ұрса беретініз. Ақша таппайсың. Натуре бір ақша табатын жолда болу керек еді. Болмайтын. Папашка ұрсып атқан. Сосын хабарласам, давай. Айдана, мен саған сыйлық әкелдім. Қойш, қандай? Тауып көрші ал. Дайсың ба?
айфон ба? Машинаның кілті ма? Жоқ ой. Ондай ақша жоқ қой менде. Оля енді қандай сыйлық? Көрсетейін ме? Иә. Көзін жұмшы. Жұмдым. Аш. О, қандай күшті сыйлық. Енді менде 2 қоян болатын болды. Иә? Ұнады ма? Арзы күшті. Ұнады. Сәл бір басқашалау сыйлық күтіп едім да. Оған әкесіңде жақпайды. Нормаль сыйлық сыйлау үшін нормаль ақша керек та? Ләл! Ау! Кесем яқтамын ғой. Қалай? Ара тұршы. Азылбек, бір досыңды, бір бауырыңды көргенде бір қуанып амандаспайсың ба сен? Айтшы, қалай деп өмірі? Қашан көрсең ол қайсың деп. Ой, мә. Мама, шынды қуанып өші таза. Не қып шақырдың? Не қып шақырғанда ше жаңа. Папашка ғой үйде. Не дейді? Не десін сол бүкіл пақандарды өзі бір текст емес па? Азаннан кешке дейін ұйықтайсың, ақша таппайсың. Сол ғой. Дұрыс айтады ғой. Мен де Айданаға бір жақсы бірдеңелер сыйлау керек еді. Көрдің ба? Біздің басты қателігіміз осы ғой. Ақша жоқ қой бізде. Бір ақшадан бір ақшаға қарап отырамыз, бастайын бүйтіп, көзіміз жәутеңдеп. 2000 теңге берсе ол бүйтіп қаламыз ғой, бай болып қаламыз ғой. Горилла шик бітті вообще. Көрдің ба? Бұл деген бедный мышление деп айтады ғой бұны деген. Бізге новый бизнес идея керек. А ондай идея кімде бар, білесің ба? Менде бар ғой, пожалуйста. Сұрасай менен, иә? Не идеяң бар ол? Қара, бүйтеміз. Мына есіктерді білесің бе? Ауылдағы бәрі ақ қой. Біз тұрамыз да, сол ақ есікті бояймыз да, жасыл қылып сатамыз. Анау үйге бар емес па, ше? Эстетичный көрінеді, мен саған айтайын. Қалай көрінеді? Эстетичный ма, сондай көрінеді. Әйтеуір көрінеді ғой. Біздің ауыл түсінбейді, онда айтып қойшы. Осысыңдар осындар. Постоянно, ше? Ауыл, анау, мынау деп. Өзіңдей кәрістерді қараш. Идея айтып атқан кезде так деп уже істеп атады бірден. Бірде ғой фытыр. Біздің қазекеңдер, ой, ауыл не дейді, көкем не дейді, әйтеуір бір істемеудің амалы ғой ше. Түсінбеймін осы сендер ше. Адам түсінетін бірдеңе істеу керек те? Адам түсінетін дейсің ба, иә? Тағы бір идея бар ғой менде. Мен көп кітап оқимын ғой мен деген. Ана Роберт Кийосаки дегенді білесің ба? Соның кітабы бар, бедный папа, богатый папа деген ше. Кешір тамыр. Соны оқығам ғой мен. Жақсы бір идея бар соның ішінде. Қара, артында тұрған шлакоблоктарды көрдің ба? Иә. Неден сол? Наң барығы цементпен құрамында құм бар ғой. А біз тұрамыз да қара, жапырақтан істейміз. Жапырақты трамбовать етеміз. Жапырақ тегін ба? Тегін. Пожалуйста. Ең күшті бизнес дейді. Бизнес без вложений дейді. Сол кітапта жазылған. 34-ші бетінде 2-ші абзацында жазылған сөйтіп. Қойшы. Иә, бәрін оқып алдым мен деген. Қара, жапырақтан үй. Таза ауа ма? Кислород бере ма? Береді. Табиғатта. Ой, мына жапырақтың иісі қандай деп отырасың. Жапырақ тегін. Қышы жазы өсіп жатыр. Қыста деп артық кетіп қалдым мен сәл. Кім істейді ондай бизнесті қумаш? Болмайды. Осы Сәбит көкем бай ғой. Немен айналысады? Немен айналысады? Мен білем немен айналысатын. Ол шемшік сатып көтерілген ғой. Бір пакетпен келген шемшік сатқан. Ал біз давай картошка сатайық. Картошка? Нормальный идея ғой. Мысалы қара, картошка аламыз. Қазір қара есептеп отыр. Картошка қазір қаншадан килограмм мысалы? 230 теңге дейік. Біз үстіне 50 теңге қосып сатамыз. Өзіміздің маржа 50 теңге. Күніне 2 қап сатсақ, 2 қабың 100 килограмм болады. 100 килограмм дегенің есептесең 5000 теңге болады. 5000 теңге аз деп отсаң, күніне 10 қап сатайық, пожалуйста. 50.000 теңге. Ақшаның астындамыз. Жағдайлала. Ну, жақсы екен ғой, иә? Картошка сатайық та онда? Сатайық. Ақша ақтын аламыз? Ақша дейсің ба? Ақшаға инвестор тартамыз ғой. Қарыз аламыз десе, в общем, біреуден. Ой, сорлы қарыз деп айтпа. Мына түпсанаңнан алып тастау оны. Бедный мышленесіңдер қойсыңдар. Инвестиция деп айтсай, богаты көрінеді ғой.
мына көрші қолаң әке шеше пақа мақам бәрі сол инвестицияға жатады ғой. Бәрінен 5-10 тиын сұраймыз. Инвестор қылып ақшаны аламыз. Тәте көке 2 есе қойып береміз дейміз да, ұрамыз, оборотқа бір беріп аламыз. Нормально. Мен жаңа есептедім, өзімнің калькуляторым бар ғой. Маржинальность жақсы тұр. Ұрамыз. Ұрыста тұрыш жоғында бастап кетейік. Бастап кетейік. Не дедің ба? Инвестор дедің ба? Иә, инвестор. Келіңіздер, ауыл тұрғындары, керемет картошкілері бар. Белоруссиядан арнайы әкеліп отырмыз. Лукашенконың өзі еккен. Келіңіздер, ауыл тұрғындары, керемет картошкілері бар. Ал Асеке, аман есен бизнесімізді бастап алдық. Қолың жай, бір бата беріп жіберейін да енді. Картошкілеріміз көп болсын. Ойбай. Клиенттеріміз көп болсын. Картошкілеріміз тез-тез сатылып кетсін. Ақшаның астында қалайық. Аумин. Жақсы ғой, картошкілері? Жақсы. Келіңіздер, ауыл тұрғындары. Или әбетте шығып қойғасын ба, что-то, я? Келіңіздер. Адам жоқ қой көшеде. Әбет қой, біздің ауылда өзі сөйтпей ма, я? Қазір келеді, уайымдама келеді қазір. Дойырым. Ша, жүрші. Білмей-ақ қойшы, қайта берейікші. Оля, Зülpan. Әші ебағаныз? Шешсен аңды онсыз-ақ халатыңнан таниды ғой бәрі. Құтты болсын жаңа маркетинг. Көшіп бақсың. Иә, көштік та. Парик бар ма? Не дейді? Парик. Оля, нағыласың оны? Қалайсың, Зülpan? Көшеге шығыпсың ғой, далаға шығыпсың ғой. Көрінбей қалған едің. Шамыз ғой адам болған екен. Депрессия. Қош, қайдақшы жүрші, қош. Ей, Настроение. тұрсай не болды саған? Не болды, Меруерт? Осы сенің жиын тойың бәрінде ошағың басында осы Зülpan көтеретін. Бауырсағыңа дейін, балығыңа дейін пісіріп, күнге күйіп, содан кейін қарайды бұл. Осындай кезде өшектеп қаласыңдар, е? Мәре? Сен осы құдаларыңда іштіріп, алдынан береп шығып, үйіне дейін апарып тастайтын Zülpan ғой? Дұрыс айтасың, Гүлжан. Қалай ұялмай айтып тұрсың да сенде? Вот сен айдын. Немене сыпсың ет тұрсың артына тығылып алып қатындардың? Мынау емес па, осы Zülpan емес па сенің балаң үйленгенде? Ойбай келін келді деп, жерден жеті қоян тапқандай WhatsApp-тан бұрын хабар жеткізген. Ятсыз десе, анау келінін кетіп қалғанда ше? Келінін кетіп қалғанда осы... Оля, мен қоя берші, білген бұқтан жеңді жаңа. Жақсы болып, күшті болып отқан бір жаңалық болса бір, жетістікке жетсе айтпайсыңдар, я? Жаманды көріп қаласыңдар, құлап баратқан қолынан битеп ұрып, соны құзға түсіп кеткенше қарап күліп тұрасыңдар. Рахаттанып тұрасыңдар ғой еще. Негізі бар ғой, әйелдің жауы, әйел деген сендер осындай дұрыс болмағаннан кейін біздің болашағымыз қаяқтан дұрыс болсын? Бір-біріңді өсектеп, күндеп дұрыс па? Дұрыс. 10 пәленің 9-ы тілден деген айналайындар. Не болса да өздерін Zülpanмен жақсылап, сыйласып, құрметтеңдер. Құрметтемейсіңдер ма? Вообще кірмеңдер маркетке. Кетеміз ба? Не надо температурить, Джекичандар. Не сен мен магазинім Санта-Барбара ғой, кетіңдерші бәрің. Ойбай, Асылбек қазір ұрамыз, клиенттер қаптайды қазір көрді тұр болсын, ше? Әпше қалай, жақсы ба? Келіңіз, әпше. Шүкір, картошкалары не қымбат? 280 теңге ғой, белорусский зато. Болып қалған ба өзі, қандай? Ой, зор картошка ғой, әпше. Ол мақтауды қатырасыңдар, 2 кило берейін жарайды. Болды, мұны сап берем қазір, әпше. Ой, бұл картошка дегенің ше, қазір 2 килограмм дегенді, ой, сап берем ғой мен сізге. Бұл өзі пісе беретін картошка ғой, бұл әпше. Ана астын басып, тұзын сүйіп отырсаңыз болды. Араласаңдар дейді, араластырып. Мынау как раз бар ғой, мынау пакетім ше менің, міне 2 килограмм ғой. Бопты. Енді жазып қояса болсын. Ойбай, әпше болмайды ғой, жаңа енді ғой бастап атқанбыз бизнесті. Zülpanның баласы емессің ба? Береміз, не болды? Жазып қоя сал қарызға. Болды, жарайды. Есіміңіз кім еді, әпше? Раушан. Болды. Раушан әпше 4 килограмм алды. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of her. Жаңа Раушан әпшем 4 килограмм ақ кетті. Одан кейін Әсем әпше де кеп ақ кетті. Так, бұл екеуі қарызға. Потомна бір қапты көкем ақ кетті. Ол киім берем деді. Иә, бәрі киім беріп жатыр әйтеуір, білмеймін. Сонда 1, 2, 3, 6 теңге. 30 килограмм сатқанбыз ба сонда бүгін?
Бере берді қарызға бәріне. Минусқа кіріп кеттіпіз ғой, ә? Сен айтқан осыны? Тұршы есептеп алайын, так 6 мың, ә? Ойбай, натури минусқа кіріп кеттіпіз ғой, ә? Айран қылдың ғой бәрін. Ой, жылай бермеш. Бір бәле болса ол дейсің. Оптимист болса шамәлі. Қалай оптимист боласың? Оптимист емес, оптимист деп дұрыстап айтсай, оны да білмейсің ғой сен деген. Адам өшіп, дейсің де отырасың. Сен де мынау бедный мышление ғой, білесің ба? Мынау, жек қойдың ғой сен де бедный мышление. Қаншама успешный адамдар бар емес па, ше? Әрқайсысы 5-6 реттен сәтсіздікке ұшыраған. Әрбір сәтсіздік бар емес па, сені мықты қылады. Біз мықты боламыз, көресің ғой? Бізде постоянно сәтсіздік. Уайымдама, бәрі нормально болып кетеді. Сөйтіп қой өзі. Екіден ғой сендер не қойсыңдар? Братан, бизнесмендермен қалай сөйлесетін болып кеткен. Сен милициямен қалай сөйлесетін болып кеткенсің? Не қойсыңдар екеуің картошка сатып? Болмай ма не? Болмайды, конечно, құжаттарың бар ма сатуға болады деген. Қой, картошкаға қандай құжат керек? Керек ана уланып кетсе не болатынын білесің ба? Давай ана паспорттарын беріңдер, мен сендерге штраф салып жіберейін. Мынау уланған болса білесіңдер ма? Бүкіл халық уланады. Енді шілей картошкаға уланып қалмайтын жар адамдар. Уланады, неғып уланбайды? Давай ана паспорттарын беріңдер маған. Штраф саламыз сендерге. Бол. Паспорттарын бол, паспорт бол. Давай бір келісейік та. Қалай келісейік? 1 килограмм күш тығып салып берейік та, братан, сонымен нормально болып кетсін да. 1 кило не болады маған? Давай ана бір қап жешелеріңе апарып тастаңдар. Болды, сен саудаларын жасай бересіңдер. Түсіндіңдер ма? Иә. Давай бұл күтем сендер. Болды. Мен сендер күтем, да, бол. Не болды ал? Тағы бір минус бір қап. Өзің апарасың. Апарам өзім. Қыңқылдай бермеш. Басыңнан сыңқ түсетін адам кезінше. Қабағың ашылмайтын бір. Қалайсыңдар? Қалай? Біләлжан. Алейкум салам. Мейіржан болады есім. Асылбек. Қалай жағдай Біләл? Шүкір, әйтеуір болады ғой. Мүләйімсі қапсың ғой, не бір бәле болды ма? Бір жағынан мына күннің ыстығы бар. Екінші жақтан картошка, бизнес әйтеуір. Не бұл, не қыватсыңдар күн ыстықта тапат-алысты? Көріп отырсың ғой, Мико. Картошка сатып атқанымызды. Адамның настроенші жоқ кезде, қай-қайдағы жоқ сұрақты қоя бермеш. Жаздың күні картошка сатқан несі, Біләл, тентек болып қаласың ба? Қатты ақша керек болып отыр ма әлей? Бір тірліктегі ақша керек еді. Онда ақша керек болып тұрса бір жақсы тема бар ғой, ақшаны кән күректеп табатын. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Bir de varsın, bir de yok.